сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір бізде әдебиеттік оқу сабағы. Сабағымыздың тақырыбы ағашқа күтім жасаймын. Сабағымыздың мақсаты мұғалімнің көмегімен мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтау, шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне сүйеніп оқиғаның соңын болжау. Бағалау критерийлері: мәтіннің тақырыбы мен негізгі ойын анықтаймыз, шығарманың тақырыбы мен үзіндісіне сүйеніп оқиғаның соңын болжаймыз. Енді балалар, мына сұрақтарға жауап берейік. Бірінші сұрақ: қандай ағаш түрлерін білесің? Екінші сұрақ: ағаш жайқалып өсу үшін не істеу керек? Үшінші сұрақ: ағаштар ашулана ма? Білгің келе ме? Енді балалар, бүгінгі шығарманың авторымен танысайық. Ағаштар неге ашуланды шығармасын Бердібек Ыдырысұлы Соқпақбаев жазды. Ол 1924 жылы 15 қазан күні Алматы облысындағы Нарынкөл ауданы Қостөбе ауылында дүниеге келген. Бердібек Соқпақбаев Нарынкөл ауданында мұғалім болды. Кейін ол Жұлдыз, Балдырған журналында қызмет атқарды. Бердібек Соқпақбаев көрнекті балалар жазушысы. Оның «Менің атым Қожа», «Жекпе-жек» тағы басқа көптеген кітаптары бар. Енді балалар, оқулығымыздың 74-ші бетін ашып, ағаштар неге ашуланды шығармасын оқып шығайық. Жадырап көктем туды, қар қауырт ерді де, аз күнде төңірек қарайып құрғап шыға келді. Мектепте көшелерді көгертіп, ағаш отырғызу апталығы басталды. Оқушыларды түгел қызықтырған бұл бастама тек Алмабекке ұнамады. Орман болса тап іргеде тиіп тұр. Көшеге ағаш отырғызып, әуреленудің керегі қаншама деп ойлады ол. Бірақ жұрт бір кісідей кіріскен істен Алмабек шетте қала алмады. Осы сыныптастарымен бірге тоғайға ол да барды. Бірнеше жас тал, терек, қайың әкеліп, басқалардың үлгісімен терезе тұсына тізіп отырғызды. Алмабек осымен істі тындыға санады. Өзгелер отырғызған ағаштарын суарып, түбін қопсытып, мәпелеп күтумен болса, бұл оның бірін де істемеді. Жаз шықты. Көктемде отырғызған ағаштар жапырақтары желкілдеп, бойлап өсе бастады. Солардың арасында Алмабек отырғызған ағаштар ешбір күтім көрмеген соң тамырланып кете алмай, шөжіп, шала жансар жұтап тұрды. Орманнан өздерімен бірге әкеліп отырғызған басқа ағаштардың айнала жамырап, жайнап өсіп келе жатқанын көргенде, қоқыл тартқан ағаштар қапаланып, қайғыға батты. Бұл қайғылы халды самал жел өзен бойындағы орманға жеткізді. Осындай да осындай, Алмабек дейтін бала алып барып отырғызған сіздердің туысқан шыбықтарыңыздың халы мүшкіл екен деп, ол сыбдырлап бұталарға айтты. Ауыздарына сөз тұрмайтын бұталар оны сыбдыр қағып талдарға, талдар қайыңдарға, қайыңдар дереу теректерге жеткізді. Сөйтіп, кең алқапта алып жатқан ну орман Алмабектің қылығын түгел естіді. Енді балалар, келесі тапсырмаға назар аударайық. Берілген суреттерді мұқият қарап шығыңдар. Суреттерге сай келетін мәтін бөліктерін тауып әңгімелейіндер. Алмабектің қылығына өз көз қарастарыңды білдіріңдер. Балалар, сендер Алмабектің орнында болсаңдар, не істер едіңдер? Балалар, қалай ойлайсыңдар, ағаштар неге ашуланды? Әрі қарай не болғанын болжап көріңдер. Балалар, үй тапсырмасы: үйде оқулықтың 74-ші, 76-ші бетіндегі шығарманы түсініп оқып келесіңдер. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.